Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 10-шы сабақ мәтін және оның түрлері деген тақырыпты өтетін боламыз. Сабағымызды бастаймыз. 38-ші жаттығу ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыр. Ит жақсы дос. Бір баланың иті болыпты. Баланың аты Талғат. Итінің аты Ақтөс екен. Талғат балаларға Ақтөстің пайдасы жоқ, депті. Балалар күліп, біздің итіміз жақсы, үйді күзетеді, пайдалы дейді. Бірде Талғат орман ішімен келе жатып, бір қасқырды көріп, қорыққаннан айғайлап жібереді. Оны Ақтөс естіп, жүгіріп келеді. Ақтөстің аф деп үргенінен қасқыр қаша жөнеледі. Талғат оның көмектескеніне риза болады. Содан кейін Талғат Ақтөспен жақсы дос болып кетіпті. Балалар, бұл мәтін жыл 12 ай журналынан алынған. Енді осы мәтінге байланысты бізге бірнеше тапсырмалар берген екен. Сол тапсырмаларды бірге орындайық. Бізге берілген бірінші тапсырма: мәтіннің атына назар аудар. Ол негізгі ойдың қысқаша атауы екенін дәлелде. Балалар, мәтіннің аты ит жақсы дос, ал мәтіндегі негізгі ой да иттің жақсы дос екенін айтқан. Олай болса, тыңдалған мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрысын анықтайық. Ақтөстің пайдасы бар. Дұрыс, Ақтөстің пайдасы бар. Ол иесіне көмектесті. Ит үйді күзетпейді, пайдасыз. Бұл дұрыс емес, яғни бұрыс пікір. Ит өте пайдалы, үйді күзетеді және де торылайды. Ақтөс Талғатқа көмектеспеді. Бұл дұрыс емес пікір, балалар, бұрыс пікір. Ақтөс Талғатқа көмектесті. Талғат оған қатты ренжіді. Жоқ, бұл бұрыс пікір. Талғат оған қуанып қалды. Келесі соңғы тапсырма: ит пен адам дос бола алмайды. Бұл бұрыс пікір. Ит пен адам жақсы дос бола алады екен. 39-шы тапсырма: мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Ит. Адам баласының ең бірінші қолға үйреткен жануары ит. Ол адамға ең үйірсек жануар. Иттер жоғалған нәрсені табуға өте қабілетті. Олар үй жайды жақсы күзетеді. Балалар, ит туралы оқыған осы екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Қай мәтінде ит туралы нақты фактілер берілген? Қайсысы көркем мәтін? Олай болса, балалар, осы тапсырманы орындайық. 38-ші жаттығудағы мәтін көркем мәтінге жатады. Себебі, балалар, бұл мәтінде Талғат пен Ақтөс туралы айтылған. Онда оқиға, кейіпкердің сезімі баяндалған. 39-ші жаттығудағы мәтін ақпараттық мәтінге жатқызылады. Себебі бұл мәтін ғылыми, танымдық, энциклопедиялық сипатта жазылған мәтін. Онда ит туралы нақты фактілер айтылған. Сондықтан да ол бізде ақпараттық мәтінге жатқызылады. Бізге берілген келесі тапсырма, балалар, суреттегі иттер туралы энциклопедиядан ақпарат тауып оқы дейді. Балалар, біздегі бірінші сурет ол тазы. Бұл ит өте жылдам аңшылыққа бейім келеді. Екінші суреттегі бізде неміс овчаркасы деп аталады. Ол ақылды, үйретуге оңай, күзет пен із кесуде мықты иттің бірі болып табылады. Келесі үшінші сурет ірі ақтөбет, күші көп, мал мен үйді жақсы қорғайды. 40-шы жаттығу: төмендегі екі мәтінді салыстыр. Ұқсастығы неде, айырмашылығы неше? Бақа құрлықта да, суда да тіршілік етеді. Сондықтан оны ғалымдар қос мекенді деп атайды. Ғылыми мәтін екенін дәлелде. Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Өз жауабыңды дәлелде. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Сулы жерді мекендеп, құрлықта да секеңдеп, шыбын-шіркей аңдиды, жемге қашан жетем деп. Жұмбақтың көркем шығарма екенін дәлелде. Олай болса, балалар, осы 40-шы тапсырмадағы берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші бізге берілген тапсырма, балалар, ғылыми мәтін екенін дәлелде деген. Бұл мәтін ғылыми мәтін. Себебі мәтінде бақа туралы нақты дерек айтылған. Екінші тапсырма: бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Өз жауабыңды дәлелде дейді.
Иә, балалар, бұл пайымдау мәтіні. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Жұмбақтың жауабы, яғни шешуі бақа, иә? Келесі тапсырма жұмбақтың көркем шығарма екенін дәлелде. Бұл көркем шығарма, себебі негізгі ойды көркемдеп бейнелеген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.